Hey, assalomu alaykum do'stlar. Sizlar birga men Studio KZ channelda bugun biz matada qalay FPS-ni ko'tarish kerak, ya'ni bug'lar anov qatатын joylar bormi, sipas orada qalay qatirmaytin qilib studiyada үйрететін bo'laman. Короче, егер мысалы сіздердің комптарыңыз слабый болса, және де сіздер мата ойнағыларыңыз келсе, андай қатпай ойнағыларыңыз келсе, онша осы видеоны до конца қараңыздар. Ал біз, короче, видеомызды бастаймыз. Достар, бүгін бізде, короче, андай настройка матаға кірдіңіздер ғой, одан кейін настройкаға кіресіздер, одан кейін графикаға кіресіздер. Сосын осы жерде бірінші, мынаны қазір түсіндіремін, бірінші мына жерде полный экранный режим дегенді стандартқа қоямыз. Угол образын до конца апарып тастаймыз. Мынаны кішкене 23-ке, мынаны 50-дің бұяқ-бұяғына. Бұлар негізі FPS-ға қатты әсер етпейді, бірақ сонда тастап қойғандарыңыз жөн. Ал качество эффект бұл жерде низкіге қойыңыздар, сол кезде қатпайды. Ал сіздердің компьютерлеріңіз мықты болса, высокыйға қойыңыздар. Мынаны вообще отключить етіп тастаймыз. Бұнда отключить етеміз. Бұны автоға қоямыз. Мына жақта эффект чары мыналарды алып тастаймыз. Сіздерде қосылып тұруы мүмкін. Бұларда шамал қатыруға әсер етеді. Одан кейін енді мынау бірінші разрешение, ең маңыздысы осы сіздерде. Егер осы разрешение басасыздар, одан кейін менікіне разрешение қойыңыздар. Міне 1280 720 32 осыны қойыңыздар. Сіздерде ең басында осындай болып тұрады. Ең басында ол мықты болып тұрады да, сіздердің компьютерлеріңіз слабый болса, оны осыған қойыңыздар. Сол кезде қатпайды. Болмаса, егер сіздер бұл ұнамайды деп атсаңыздар, өздеріңізге ұнағанын қойып алыңыздар. Ойнап көресіздер ғой, серверге кіріп, әрқайсысын қойып, сол кезде қатпай, қайсысы қатпайды, соны қойып ойнаңыздар. Бірақ айтайын сіздерге, бірден осыны қойған кезде качествосы түсіп кетеді, бірақ қатпай кайф ойнайсыздар. Ей-ой, өзім ноутбугым мен мықты емес енді, сондықтан осыған қойып ойнаймын, сондықтан енді сіздерге көмектесем деген ойдамын. Және де рекламный пауза десең, короче, мен сервер ашқалы жатырмын. Мен серверім болған, оны бірақ сатып жібердім. Короче, енді новый сервер ашайын деп жатырмын. Өмірлеріңізде көрмеген мықты сервер. ВК группасын описание қалдырып кетемін, кіріп қарап кетіңіздер, запистерді қарап. Там сағына скоро ашылады. Сол кезде енді келесі видео сол неме серверіме обзор жасаймын енді әше. Осы видео сіздерге полезный болды, яғни пайдасы тиді деген ойдамын. Егер пайдасы тисе, лайк басыңдар, арнаға жазылыңдар. Ең бастысы осы разрешениені азайтып қойыңыздар, сол кезде қатпайды. Ал ендеше сау болыңдар.